өйткені шынымен өмірде де ол Мади Рымбаев, құжат бойынша ол Мади Рымбаев. Құжат бойынша. Мен құжат бойынша Әли Оқаповпын. Болды. Неге әртүрлі дейсіз ба? Өйткені менің негізі тегім 3 рет ауысқан өмірде. Туылғанда Оқапов болдым. Содан кейін 90-шы жылдары жаңа бір жаңалық болды ғой, жалпы көбісі Тасқынұлы, Нұртасұлы дегенде сондай бір жаңа бір қазақи есімдер, тектер мысалы пайда болғаннан кейін мен Тасқынұлы болғам, Әли Тасқынұлы болды. Содан кейін әкеміз қайтқаннан кейін өмірімізде бір үлкен қиыншылықтар және де қауіпті кезеңдер болды өте. Сол қауіпті кезеңдерде біздің егер анамыз жанымыздан табылмаса, немесе бірдеңе болып қалса, әйтеуір бізді сақтау үшін, және де болашақта бізге кем дегенде соның өзі қолдау болсын деп, анамыз екеумізді де Рымбаев деп ауыстырған. Қауіпті. Иә, болды сондай жағдайлар. Өйткені мен қазір естіп отырып, кәдімгі денем тітіркеніп кетті де, кәдімгі қауіпті деген кезде бұл анандай қиын кезеңдер, қауіпті кезеңдер. Иә, болды. Оны мен шынымен де құқым жоқ оны айтуға. Қауіп деген кезде образно емес, кәдімгі шынымен қауіпті. Кәдімгі қауіпі бар. Кәдімгі. Сондай жағдайға сақтану үшін бізге қолдау болсын деп, екеуміздің де тегіміз Рымбаев қылдырды. Мен яғни Әли Рымбаев болғанмын. Бірақ аман есен сол кезеңнен өткеннен кейін, жасым 16-ға келгенде мен өзім айттым, мен негізі Оқаповпын ғой. Қайтарайыншы деп. Ол айтты, балам, сен өзің білесің. Ол маған өмір бойы соны айтты. Сен өзің шеш, өзің жауапкершілігің өзің мойныңда деп. Мен сені тек қана қолдаймын деп. Сөйтіп барып ауыстырдым, қайтадан Оқапов болдым. Алмадиді біз қалдыра бердік. Өйткені ол шынымен де ол анамнан аумайды. Өтте ұқсайды. Дүниесі де жалпы. Және де тіпті Ақеркенің отбасында да дәл солай. Олар енді 5 ағайынды ғой. Олардың да 3 түрлі фамилиялары бар мысалы. Атасының аты, арғы атасының аты, әкесінің аты дегендей. Барлығы да тарихта қалсын деген мақсатпен. Бізде де солай шештік. Рымбаевтар да болсын, Оқаповтар да болсын, ешкімді бөліп жармаймыз.